каналға қош келдіңіздер. Бүгін қоғамдық тыңдауда Алматы облысындағы координаты 44-29 ішінара және 44-29 аралық 30 блоктарындағы қатты пайдалы қазбаларға барлау жоспарының қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді бағалау есебі талқылауға шығарып отыр. Қоғамда тыңдау Қазақстан Республикасының экология кодексіне және 2025 жылғы 3 тамыздағы 286 қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен Кепеналық округінің әкім аппаратының бас маманы Юлдаш Ильшат Ярмухамедович болам. Хатшы ретінде Брага Групп жеке серіктестік шаруашылық серіктестігінің өкілі эколог Айтмағанов Олжас кандидаты ұсынады. Осы кандидат ұсынсын деген қатысушылар қол көтеруіңізді сұраймыз. Қарсы? Қалыс жоқ па? Баяндамаға 5-10 минут уақыт беріледі. Ұсыныстар және сұрақтар негізгі баяндамалар тағайындағаннан кейін талқыланады. Ұсыныстар 5-10 деген қатысушылар қол көтеруіңізді сұраймыз. Қарсы? Қалыс жоқ. Қоғамдық тыңдау барысында қоғамдық тыңдау ережесінің 30 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаудың аудио және бейне жазбаға жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауды тапсырыс беруші Брага Групп жекесінің атынан қатысып отыр. Манатов Қайнар, Айтмажанов Олжас, эколог, Мақсубекова Рауаш, эколог, Жанат Зарина, сол группның өкілі. Баяндамашыға сөз берейік. Баяндамашы. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Экосайенс Групп компаниясының экологы. Жалпы қазір сіздерге жасалып жатқан жұмыс бойынша, барыс бойынша сіздерге баяндамен таныстыратын боламын. Жалпы мәліметтер бойынша жұмыс учаскесінің атауы Кетмен, нысанның орналасқан жері Алматы облысы Ұйғыр және Райымбек ауданы болып табылады. Тікелей жұмыс учаскесіне елді мекендер жоқ. Ең жақын ірі елді мекендер жұмыс учаскесінен Кетпен ауылы 25 км орналасқан, Шалкөде ауылы 32 000 км-де, Тузер ауылы, Тускөл ауылы 30-50 км-де, Қарасаз ауылы 40-60 км-де, Сарыбастау ауылы 20-30 км-де орналасқан. Жалпы орналасқан мекендер болып табылады. Жұмыс учаскесінің ауданы 85,1, яғни 8510 гектарды құрайды. Жалпы жүргізілетін жұмыстардың түрі мен мақсаты жұмыс түрі геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және іздеу бағалау жұмыстары болып табылады. Жұмыстың мақсаты, яғни лицензияланған аумақтық геологиялық құрылымын нақтылау, Кетмен өзенінің аңғарындағы шашыраңқы алтындықты анықтау және бағалау. Жалпы геологиялық барлау жұмыстарының құрамы: біріншіден іздеу маршруттары, екіншіден топографиялық жұмыстар, үшіншіден бұрғылау жұмыстары, төртіншіден геологиялық шурфтарды үңгілеу, бесінші зертханалық жұмыстар және камералық жұмыстар болып табылады. Негізінен геологиялық бағалау жұмыстарының жалпы көлемі топографиялық геозикалық жұмыстар, яғни физикалық нүкте, жалпы 100 шурфпен сынама алынатын маршруттар, бұрғылау жұмыстары. Өздігінен жүретін бұрғылау жүргізілетін болады. Жалпы көлемі әрқайсысының тереңдігі 10 метр болатын 44 ұңғыманы құрайды. Барлығы 44 ұңғымадан тұрады. Ұңғымаларды сынау, негізгі сынамаларды іріктеу 880 сынама. Жалпы көлемі 218,7 метр куб болады. Геологиялық шурфтарды үңгілеу 121 қатардағы сынама, яғни 12 жалпы сынаманы алу негізінде. Геологиялық барлау партиясының негізгі деректеріне келіп тоқталатын болсақ, жалпы далалық лагерь жұмыс аумағы арқылы қозғалатын мобилді лагерь ретінде ұйымдастырылған. Жалпы бұл жерде геологиялық барлау партиясы қызметкерлерінің саны 37 адамды көрсетеді. Жұмыстарды жүргізу кезеңі 2026-2028 жылдар аралығында, яғни жылына 180 күннен 3 дала маусымы, барлығын қосып есептегенде 540 күн. Далалық лагерді сумен жабдықтау жақын маңдағы су қабылдағыштан жүзеге асырылатын болады. Лагерь аумағында дизель электр станциясы, асхана вагоны, тұрғын үй вагондар және өзі арналған сыйымдылықтар, автокөлік орналасатын болады. Далалық лагерге нақтылай келіп тоқталатын болсақ, жалпы геологиялық барлау жұмыстарының орындалуын қамтамасыз ету үшін далалық лагерь ұйымдастырылады. Далалық лагерь уақытша болып табылады, тек геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу
ғана кезінде әрекет етеді. Далалық лагерь жазғы табиғи және алаңда жұмыс аумағының ішінде орналасқан болады. Партия қызметкерлері шассиге орналасатын вагондарда тұрады. Вагондардың қатарлары басым желдерді ескере отырып, бір-бірінен өртке қауіпсіз қашықтықта орналасқан. Жобаның негізгі деректеріне келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде суға жалпы қажеттілік 2026-2028 жылдары жылына 631,54 метр кубты құрайды. Тіршілік әрекеті барысында лагерде тұрмыстық ағынды сулар пайда болады. Уақытша құбырлар жүйесі бойынша барлық ағынды сулар металл контейнер болып табатын септикке жатады. Тұрмыстық сарқынды сулардың жалпы саны 2026-2028 жылына 630,54 метр кубты құрайды. Дала лагерінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу барысында өндіріс және тұтыну қалдықтары түзілетін болады. Қалдықтардың жалпы саны 2026-2028 жылдарға 36,812 тоннаны құрайды жылына. Геологиялық барлау жұмыстарының барлық кезеңіндегі барлық қалдықтар сұрыпталатын және уақытша арнайы контейнерлерде жиналатын болады, және оларды толған кезде қалдықтар полигонға әкелінетін болады. Бұл туралы қалдықтарды әкету қабылдаудың бекітілген кестесімен тиісті шарттар жасалатын болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде атмосфералық ауаның ластанудың станционарлық көздері, жалпы жұмыс процесін электр энергиясымен қамтамасыз ететін дизель электр станциясы бар. Оны сақтауға және құюға арналған сыйымдылықтар жобалау жұмыстарының бензинмен және дизель отынымен қамтамасыз етіледі. Бұрғылау қондырғысы ұңғымаларды бұрғылауды қамтамасыз етеді. Жер жұмыстары және шұрықтарды қазу 2026-2028 жылдарға дейін ластаушы заттарды көздермен шығарып отырады. Жалпы рекультивационный мероприятияға келіп тоқталатын болса, ол жерде бірнеше жұмыстар жүргізіледі. Оның ең біріншісі жұмыс аумағын және бейінді қоқысты тазарту, геологиялық жабдықтарды жинау және әкету, ұңғымалардың сағасын нығыздау және толтыру, нығыздау, жанармай төгілген дақтарды кетіру, жер жұмыстары жүргізген шұңқырларды толтыру, яғни жаңағы септик полысының қазылған орындарды, яғни бетін тегістеу деп жүргізеді. Жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының қысқа мерзімділігіне байланысты жұмыстар бойынша жобалық құжаттаманы әзірлеу көзделмейді. Геологиялық барлау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүргізілген барлық рекультивациялық жұмыстар осы жоба шеңберінде көзделеді. Осы жоба шеңберінде бұзылған жерлерді биологиялық рекультивациялау көзделмейді, өйткені жүргізіліп жатқан жұмыстар топырақ жамылғысы үшін елеулі қауіп төндірмейді және жобаланған жұмыстардың топырақ жамылғысына әсері шамалы деп бағаланады. Геологиялық барлау жұмыстарының әсерін бағалау қоршаған ортаға ешқандай зиян келтірмейді. Атмосфералық ауаның сапасына әрі шамалы, жергілікті және ұзақ болмайды. Жобаланған жұмыстардың жер үсті және жер асты суларына әсері елеусіз, жергілікті маңызы бар және ұзаққа созылмайтын болады. Геологиялық ортаға әсері ең аз деп бағаланады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен жалпы жүргізіліп жатқан жұмыстағы мәліметтер сіздерге қазір баяндалды. Осы көріп отырған және баяндалған естулеріңіз бойынша өздеріңіздің сұрақтарыңызды, болмаса бір ойда жүрген ұсыныстарыңызды болсаңыздар қоюға болады. Сұрақ или ұсыныстарыңыз бар ма жалпы осы жоба төңірегінде жүріп жатқан жұмыстарға байланысты? Қыздардың сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Жоқ. Болса менің сұрағым бар. Өде қанша адам жұмыспен қамтылады? План, жоспар бар ма? Жоспар бойынша осы жүргізіп жатқан жұмыстар. Иә. Ауылдан жалпы бізде жұмыссыздықтың несін азайту керек, жоғалту керек. Қанша мыңға дейін аласыз? Қанша адам, иә. Иә. Енді жұмысқа қатысы бар, жаңағы жүргізіп жатқан өздерінің нелер болса, енді максимальный тұрғыда алуға болады деп ойлаймын мен өзім. Жұмыс барысында осы жүргізіп жатқан, баяндалып жатқан жұмысқа байланысты жаңағы адамдар болса. Шаруашылыққа жақын, жаңа айттым ғой мен мысалы мына жерде қанша 57 адам деп тұр, қызметкерлер. Ол жалпы қызметкердің саны ғой? 57 адам. Иә, білемін, иә. Жалпы бізді ауылдан бос жүрген адамдар жұмыспен қамтыла ма деген сұрақ қой бұл. Бұл жерде осындай бар. Яғни момент бізде қазір геологиялық барлау жұмыстары тек қана жүріп жатыр. Бұл бірінші этап, бұл біз тек қана разведка жасаймыз. Жердің бар жоғын, астында пайдалы қазба бар ма жоқ па. Сол осы жұмыс барысында
енді жұмысқа алынады, қанша адам количество алынатынын біз толық өзіміз әлі белгіленбеген. Сол себептен в любом случае адам местный алынады. Осы жақта местный кісілер жұмысқа тартылады. Содан кейін егерде жердің астынан рентабельный алтын шығып, например, пайдалы қазба рентабельность көрсеткен жағдайда, ол жерді қазуға полностью добыча басталады сол жерде. Сол добыча басталғаннан кейін сол жерлерді ауқымы үлкейеді, соответственно, ауылдық мекендер кісілерінің саны көбейеді. Жұмыспен барысу, соответственно, көп болады. Жұмыс қайерде болатын жұмыс? Бұл Шалкөле жақтарына кетмен су ағып отыр ғой, таудың ар жағы. Иә, сол жақта получается біз өзіміз қазір геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу жұмысының алдарына киіп отырмыз. Осындай жұмыс Ер адамдар да ол жақта жұмыспен қамтылады. егерлер повар керек болатын болса, соответственно, әйел адамдар болады. Ер адамдар енді сондай там жолда жұмыс маманы сай болатын болса, жұмысқа аламыз ғой. Басқа да болды ма или сұрақ ұсыныстарыңыз бар ма? Болды. Сіздің аяқтасаңыз болады. Баяндама аяқталды. Енді қоғамдық тыңдауға қатысушылардың барлық сұрақтар және назарға жауапты. Сұрақ бар екен. Скрининг кезінде Алматинская областная федеральная инспекция лесного хозяйства дали замечание, что на данном участке есть 18 видов растений, которые включены есть редких, есть читающих растений и животных, которые утверждены правительством Казахстана. Также здесь является путями миграции для животного мира, как морал, косуля, кабан, волк, фазан. В связи с этим нам вами было дано замечание, что вы получили согласование с Алматинской лесной инспекцией. Я вот сейчас смотрю, по прикрепленным документам вы прикрепили письмо о том, что они согласованы и вам нужно обратиться в комитет лесного хозяйства. Данная процедура как продвигается? Можете, пожалуйста, рассказать? Данная процедура продвигается таким образом, что в данный момент мы будем получать, мы получили согласование на план разведки с территориальным управлением животного лесного хозяйства Алматинской области. Они дали нам согласование, мы его представили, а самого лесхоза мы будем получать на проведение на этой территории, на лесхозе, будем получать акимате. Он в данный момент стоит это в работе у акимата областного Алматинской области. После этого, это согласно статье 54 лесного хозяйства, мы должны получить акимате. Вам слышно? Пакетов. Да, слышно. Да, есть какие-то Хорошо, у вопросы? меня больше вопросов нет во время замечаний предложений. Давайте сейчас 15 рабочих дней, если будут вопросы, еще напишу. Да, мы как получим от вас замечания, предложения, мы на все это будем отвечать. Если там не будет достающие документы, к этому, если мы времени получим, мы будем вам представлять. Еще вопросы? Вопросов нет, да? Барлық ұсынған материалдар жобалық құжаттарына сәйкес келеді. Бүгін басқа ұсыныстар түскен жоқ. Алматы облысындағы 44-29 бойынша ортарды қатты пайдаланушы қазбаларға барлау жұмысы жоспарын қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді бағалау есебі бойынша ашық жиналыстар сыныбында өтілетін қоғамдық тыңдауларда өтті деп есептеледі. Хаттама 2 жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады. Қол қойылғаннан кейін экологиялық порталда қолжетімді болады. Ашық жиналыстар жанында өткізілген қоғамдық тыңдаулар жабық деп шағымданады.